Барлығына сәлем. Бүгін біз выкриканы матаның бетіне дұрыс бағытта қалай қоюды, долевая нить, кромка, покосой деген терминдермен танысатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, осы терминдерді толығырақ түсініп алыңыз. Ендеше бастайық. Кромка матаның сетінемейтін, сөгілмейтін шеті. Қазақша жиек деп аталады. Және барлық матаның екі жағында екі жиегі кромкасы болады. Матаның ұзындығы кромкаға параллель және ені перпендикуляр жүреді. Жалпы мата екі жіптің қосындысынан пайда болады. Ол екі жіп долевая нить және нит утка деп аталады. Долевая нить матаның созылмайтын бағыты, және ол қарап тұрсаңыз кромкаға параллель. Яғни матаның ұзындығы долевая нить, кромка бір-біріне параллель жүреді. Кез келген киімнің бөлігін осы долевая нить, яғни негізгі жіп бағыты бойынша жатқызамыз. Сонда киім ұзындығынан емес, жанынан, шетінен созылатын болады. Тігіндегі ең басты ереже осы. Қайталаймыз, кез келген киім сызбасы долевая нить, негізгі жіп бағыты бойынша жату керек. Енді поперечная нить, нит утка, матаның созылатын бағыты. Ол кромкаға перпендикуляр бағытта жүреді. Ал егер матаның жиегін қиып тастап, негізгі жіп бағытын жоғалтып алсаңыз, сол матаның бұрышынан кішкене бөлікті созып көріңіз екі жаққа. Қатты созылып немесе мүлде созылмауына байланысты негізгі жіпті таба аласыз. Енді соңғысы бұл покосой, яғни матаның 45 градуста қиғашынан қиылуы. Көбінесе белдемшілерді осылай қиғашынан қияды. Осымен болды. Сіздерге видео пайдалы әрі түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше.